Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді, дәруменге бай витамин салатын дайындаймын. Бейнеде соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен қызыл қырыққабатымызды жұқа қылып соломка етіп тураймыз. Қанша грамм екенін барлығын описание бөлімінен рецепті қарай аласыздар. Өте пайдалы салат, күнделікті жасасаңыздар және мерекелік кештерде, той жиындарда да жасасаңыздар, өте дәмді дастарханның сәнін келтіреді. Менің рецептерім сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және тіркелмегендеріңіз каналыма тіркеліп алыңыздар. Қызыл қырыққабатымызды турап алдық. Ендігі кезекте қиярымызды соломка етіп турап аламыз. Қиярымызды турап алдық. Қырыққабатымыздың үстінен қосамыз. Ендігі кезекте сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Немесе майдалап қолыңызбен турап алсаңыздар болады. Үккіштің үлкен жағынан өткізіп аламыз. Қиярдың үстінен салып, ендігі кезекте қызанағымызды да соломка етіп турап аламыз. Қызанағымызды турап алдық. Сәбізіміздің үстінен қосамыз. Ендігі кезекте укроп, зеленімізді майдалап турап аламыз. 30-30 граммнан дайындап аламыз. Укроп, зеленді жуып, жақсылап, майда бөліктерге бөліп турап аламыз. Туры бейнедегідей өте салатқа дәм береді, пайдалы. Укроп, зеленімізді турап қосып алдық. Сарымсағымызды үккіштен немесе сарымсақ өткізгіштен өткізіп қосып аламыз. Салатқа керемет дәм береді. Көкөністеріміздің барлығын турап алдық. Ендігі кезекте салатқа арналған заправка дайындаймыз. Зәйтүн майына 1 шай қасық соя тұздығы, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз, дәміне қарай қара бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің заправкамыз дайын. Енді салаттың үстінен осылай бейнедегідей қосып, жақсылап лопатканың көмегімен араластырып аламыз, бір келкі қылып. Осымен біздің витаминный салатымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде күнделікті жасап көретін салаттарыңыздың біріне айналады. Свежий салат бірден тарелкаға салып жей берсеңіздер болады. Және тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қойсаңыздар, дәмдеуіштері бір-біріне сіңіп, өте дәмді болады. Мерекелік кештерге жасайтын болсаңыздар, салаттың мөлшерін көбейтіп жасасаңыздар болады. Мен өзімізге ғана шағын қылып жасадым. Сіздермен болған жансая. Ендігі бейнеде кездескенше сау саламатта болыңыздар.